біз екеуміз мынадай тәтті бұрышты үйде өсіреміз. Жарай ма? Ол үшін бізге мынадай тұқым керек. Тұқымды бірінші мына топырақты алып, мындай әдейі гүл өсіретін топырақ, осыны аламыз, ыдысқа саламыз, ыдысқа салып, мына тұқымдарды не істейміз, арасына сеуіп қоямыз. Сеуіп қоямыз, түсіндің бе? Тұқымдарды арасына септік, міне, сеп өзіңде. Тұқымдарды сеп, енді септік қоя, балам, септік, енді осылай, енді үстіне құмды үстіне себеміз, енді қара өзін басып қоямыз, құмды үстіне себеміз, енді басып. Енді бұның үстіне не құямыз? Су? Тұқымдарды қойып қойып. Су құямыз, балам. Енді мынаның үстіне суды құй. Жақсы. Енді бұны біз терезенің алдына не істейміз? Қойып қоямыз. Сосын күнде осыған не істейміз? Суды құйып тұрамыз. Анашым, әжір гүл өсіпті. Шынымен де гүл өсіпті. Қараңыз, бұл жерде тәтті бұршақтың 3 гүлі шыға бастапты сабағы. Енді бұған біз не істейміз? Су құямыз. Енді күнде қарап тұрамыз. Енді бұл сабағы 12 күнде шығып тұр. Енді мынау да ертең қараймыз, оған да шығу керек. Ал жақсы балам, су құямыз. Енді күнде қарап тұрамыз. Анашым, бұл тәтті бұрышқа өсіп қалыпты. Су құймаймыз ба? Дұрыс айтасың, балам. Не істепті топырағы? Құрғап кетті, жарайсың. Су құяйық, Ол тәтті бұршақ күннің көзінде тұрса жақсы өседі. Оған жарық керек болады, жылы жер керек болады. Себебі бұл тәтті бұршақ біз үйде өсіп жатырмыз. Сондықтан жылы жерді жақсы көреді. Біз не істейік оған? Су құямыз. Жарайсың, кел. Мынау енді суы құрғап қалмасын. Қарап қой. Жарық жерде тұру кереге, жарық жерге қойып қояйық. Тағы да өскенін күтеміз. Анашым, тәтті болса өсіпті. Балам, расында да тәтті бұрыш өсіпті. Тәтті бұрышымызды біз үй жағдайында не істедік? Өсіріп қойдық. Тәтті бұршақтың пайдасы бар ма? Иә, балам, пайдасы бар. Міне тәтті бұрыштың мынандай түрлері болады. Мынау жасыл түрі, мынау сары түрі, мынау қызыл түрі. Көрдіңіз бе? Сонда бұл бұрыштың адамның денсаулығына пайдасы зор. Анашым, мына тәтті бұршаққа тамаққа қосам ма? Иә, балам, бұны тамаққа қосамыз. Бұны сорпаға салуға болады. Сорпаның дәмін келтіреді. Енді бұдан әртүрлі салаттар дайындауға болады. Қазір мен саған бір салатты жасап көрсетейін. Үстіне қосып, сосын араластырды. Салатымыз не істеді? Дайын болды. Не, балам, көрдің бе? Енді сен болашақта осындай үй жағдайында тәтті бұрышты өсіруді үйрендің. Қоймай керек, табиғатты қорғауың керек. Жасыл желектерді жұлмау керек. Еңбекқор болуың керексің. Тәтті бұрышты өсіргенде біз не істедік? Еңбек еттік. Су құйдық. Күнде баптап қарап тұрдық. Міне сонда бұл үлкен еңбек екен. Енді болашақта осындай еңбекқор бала болуға мен саған тілектеспін.